Өтіңіздер, құрметті менің көрермендерім, қазақша эфирге өтіңіздер. Саламатсыздар ма? Жанға жайлы кеш тілей отырып, мен өзімнің эфирімді бастауға рұқсат етіңіздер. Шақырыңыздар командаларыңызды, әсіресе жаңадан келіп жатқан партнерларды міндетті түрде қазіргі эфирме шақырыңыздар. Көптеген қызықтар естисіздер, көптеген өздеріңізге мотивация, алға қарай өздеріңізді жетелейтін күш аласыздар. Менің мүмкін айтқандарымнан инсайт болады сіздерде. Сол сияқты өздеріңізге мүмкін әлі осы бизнестің білмейтін тұстарын ашасыздар деп сенем. Сол себепті міндетті түрде өздеріңіздің жаңадан келіп жатқан партнерларыңызды қосыңыздар. Былайынша айтқанда бұл бір инфочаттың бір түрі болатын шығар деп ойлаймын. Білесіңдер ғой, біздің инфочаттарымыз біздің өткізетін ылғи. Сол себепті міндетті түрде осында шақырыңыздар. Қазақша болады эфир. Мен мына жерге тағы да жазып қояйын. Эфир қазақша өтеді. Тақырып үйден шықпай жасайтын жұмыс. Жазып отырмын. Үйден шықпай жасайтын жұмыс. Менің менің история успехом. Өйткені мен бағана жазған болатымын, неге сторисқа қандай тақырыпты қозғасам, қандай тақырып сіздерді қызықтырады деген кезде маған сіздің история успехаңыз мені ылғи қанаттандырады, жаңа мотивация береді деп жауап берді кейбір қыздар. Сондықтан да міндетті түрде өз история успехыма қазір тоқталатын болам. Менің история успехым, міндетті түрде аяғына дейін болыңыздар. Көп қызық, жаңа өздеріңізге бір не аласыздар. Менің история успехым. Так. Қазір мынаны прикрепить етіп қояйын. Тақырып бәрінен сонда көрініп тұрады. Ал енді мен алдымен өзімді таныстырайын. Бәрі кірді ма? Бәріңізге жалынды сәлем жолдаймын. Мен өзіме мынандай әдемі маска тауып алдым. Бизнес от сердца деген, яғни менің жүрегімнен шыққан бизнесті, менің қазіргі істеп жатқан өзімнің кәсібіммен сіздерді таныстыру мақсатында қазіргі тікелей эфирді мен бастап отырмын. Сол себепті менің бизнесімде болсаңыз да, болмасаңыз да, қазір бір кездейсоқ эфирме кіріп қалған жағдайда болып отырсаңыз, онда міндетті түрде қалыңыз. Аяғына дейін сіз өте қызық нәрселерді еститін боласыз. Себебі мен жайдан жай бүйтіп эфирге шыға салған адам емеспін. Мен үлкен жетістікке шыққан адаммын. Сетевой MLM компанияда мен жаңағы номер 1 рейтингке шығып, машина алдым, квартира алдым. Сетевой компания, елдің шошып жүрген сетевой компаниясынан мен өзімнің нанымды тауып, өзімнің дегендеріме, армандарыма жетіп жатырмын. Мен ғана емес, менің командамда талай қыздар өз мақсаттарына, өзінің армандарына жетіп жатыр. Сол себепті сізге де бұл өте бір қызық тақырып болады деп ойлаймын. Мүмкін бұл эфирмен сіздің бүгін өміріңіз өзгеретін шығар. Әбден мүмкін, себебі мен де осындай бір презентацияға кезінде түсіп қалып, осыдан айтайын сіздерге 10 жыл, где-то 11 жыл ма, қазір точно есіме түспейді. В общем, сол кездерде бір презентацияға түсіп қалып, егер де мен сол кезде осы бизнеспен таныспаған болсам, мен онда бүгін осындай кереметтей жетістікке жетпес едім. Себебі менің негізгі жаңағы мамандығым, мен радио жүргізуші болатынмын. Аты әдемі, аты анау жер жарады. Бірақ ол тапқан табысым өте жаңағы мардымсыз, сондай кішкентай ғана ақшаға мен таңнан кешке дейін жұмыс істейтінмін. Енді өзім табиғатымнан лидерлік бойымда қасиет бар болғандықтан мен өліп талып жаңағы бүткіл өзімнің энергиямды, күшімді салып жұмыс істейтінмін. 100 мың теңгеге, ойлаңыздаршы. Ал енді қазіргі таңда, қазіргі кезде сол бұрынғы мен сияқты қазір адамдар көп қой. Жалдамалы жұмыста
таңнан кешке дейін жұмыс істейтін, кішкентай ғана ақшаға жұмыс істейтін адамдар әрине біздің айналамызда, біздің қасымызда, туыстарымыз болсын, достарымыз болсын, көршілеріміз болсын, ондай адамдар баршылық, иә. Сол себепті бұл тақырып, мен ойлаймын, бәріне бір өзекті тақырып болады деп ойлаймын. Егерде мүлде жаңағы әрине мүлде бұл қызықтырмаса сіздерді, сонда да өте қызық болады. Аяғына дейін тыңдаңыздар. Тек сіздерге менің эфирімнің аяғына дейін болу керек. Сонда да бір өзіңізге бір пайдалы нәрсе осы жерден алып шығасыз. Мен оған 100% кәдімгідей кепілдік берем, гарантия берем. Сол себепті болыңыздар. Ал енді мен өзімді басынан бастап тағы да енді айтып өтейін. Жаңадан кіріп жатыр әлі де тікелей эфирге. Бұл MLM компания, яғни сетевой маркетинг, естулеріңіз бар шығар, таныстарыңыз, дос-жарандарыңыздың жаңағы тіркеліп, қолдан келмей қалып, жаңағы түкте өмірі өзгермей, байып кетпей, сондай енді таныстарыңыз, туыстарыңыз бар шығар. Мен сондай адамдардың бірімін, бірақ үлкен қуанышыма қарай, өзімнің еңбекқорлығымның арқасында, жаңағы табандылығымның арқасында, артқа қарай шегінбей, алға қарай жүре бергенімнің арқасында 13 жылдың ішінде мынандай багаж, опыт жинап, 12-ші жылы жаңағы қайтпай жаңағы істей бергеннің арқасында қазір топ-лидер атанып, сетевой компанияда топ-лидер атанып, 100 мың евродан астам ақша таптым. Какой-то 2 жылдың ішінде, жарты жылдың ішінде машина алдым компаниядан, тегін машина. Мынандай әдемі кереметтей квартира алдым компаниядан. Бұл ертегі емес, мен сіздерге айтайын. Және мен неге бұлай ұзақ жүрдім? Неге 10 жылдан астам уақыт жүрдім? Мен неге бір-екі жылда мен сол кезде байып кетпедім? Осындай жетістікке неге бірден қол жеткізген жоқпын, иә? Қазір сондай сұрақтар туындайтын шығар сіздерде. Себебін, мен сіздерге себебін айтайын. Өйткені біз ол кезде біз тек қана офлайнда жұмыс істейтінбіз. Офлайн деген не? Мынандай ұғым бар. Офлайн, онлайн. Онлайн дегеніңіз, міне сіздердің қазір көріп отырғандарыңыз, иә? Мен ешқайқа бармай, жаңағы үйден шықпай, осы бизнесті қазір жасап отырмын. Ешқайда уақытымды кетірмей, автобусқа мінбей, ешкімге жалынбай, келш менің презентацияма, келш менің собеседованияма деп ешкімге жалынбай, өзімнің аккаунтымнан, Инстаграм аккаунтымнан кәдімгідей елдің бәріне уже хочешь, не хочешь информация беріп отырмын, иә? Тап осы кезде мүмкін кездейсоқ менің аккаунтыма кіріп қалған адамдар да бар шығар. Хочешь, не хочешь тыңдайды. Ал ол кезде біз міндетті түрде дырылдатып презентацияға адамды алып келетіміз, жалбарынатымыз оған. Кеш, ертең деген керемет біздің бір топ-лидеріміз деген жаңағы информация айтады. Кеш. Короче, как могли, так и приглашали на презентацию бизнеса, я. Вот сол кезде де, между прочим, қазір енді кішкене азырақ относится с негативом сетевой бизнеске. Ал ол кезде вообще сетевой бизнес, сетевой маркетинг десек, төбе шаштары тік тұратын адамдар өте көп болған. Қазіргі кезде уже кішкене мнение өзгерді, көзқарас өзгерді. Неге? Себебі мінекей тағы да онлайнның арқасында. Себебі қазір бизнесті жасау өте оңай. Мінекей телефонды қойдың алдыңа, ал кеттің сөйлеп, ал кеттің өз бизнесіңмен таныстырып, мінекей ешқандай доступна, елдің бәріне доступна. Сіздің де қолыңызда қазір телефон бар, дұрыс па? Сол себепті біз қазір бүгінгі таңда бұл бизнесті даже сетевой маркетинг емес, бизнес в кармане деп атаймыз. Бизнес от сердца. Көрдіңдер ма? Менің қандай кереметтей маскам бар мінекей. От сердца своего к сердцу, от сердца к сердцу. Жүректен шыққан информация, жүректен шыққан нәрсе, өз бойымнан өткізген, өз опытымды жаңағы өткізген нәрсе, ол міндетті түрде сіздердің жүректеріңізге жетеді деп ойлаймын. Соған мен кәміл сенемін. В общем,
бірнеше жылдар бұрын мен презентацияға түсіп қалдым. Өз историям успехамда мына жерде жаңағы айта өтейін, иә. Негізі қалайша мен негізі телевидение радио саласында жұмыс істеген болатынмын. Ал ол жерде мүлдем, ойбой, ол жерде енді білесіңдер ма, иә? Мен сендерге вот по чесноку айтайын, иә? Ол жерде адамдар бар ғой, иә? Как будто бар ғой, бір аспаннан салбырап түскендей, они там себя так ведут. Несі керек енді? Мен де сондай болатынмын, иә? Ойбай, ты что, какой сетевой маркетинг? Ойбай, вы знаете, ол бір рет, еще тем более, телевизорға жылт етіп бір рет шықса, ол бір бар ғой, бір ханның қызындай сондай себя так ощущает бар ғой. Мен дейін сондай болатынмын. Сол себепті бізден какой сетевой маркетинг? Оны жақтырмайтынбыз өзімізше. Оказывается, сетевой бизнес, нағыз ақшаның қайнап жатқан жері бұл сетевой маркетинг екен ғой. Мен сол кезде ойлаймын, неге мен сол кезде рано, мен неге құлағым керең, көзім тас жабық, жаңағы соқыр болғанмын, не? Деп ойлаймыншы. Сол себепті мен ойлаймын, мына менің қазір эфирге шығып отырғаным, бұл жайдан жай емес, құрдан құр емес. Если вы тем более нарвались на мой прямой эфир, я, это не просто так, это свыше сигнал. Если вы сейчас вот просто көріп қалдыңыз менің эфирімді, это сигнал сіздерге. Себебі мүмкін емес, мен 100% білем. Значит, қазіргі таңда сіз бір өзіңіздің өміріңізде бірдеңені өзгерткіңіз келіп жүрген адамсыз. Сіз подсознательно бұрыннан бері бір күйзелісте жаңағы қиналып, не істесем екен, қалай істесем екен, бір табыс көзін іздеп жүрген адам болуыңыз әбден мүмкін. Өміріңізде бір жаңағы өзгеріс болып жатуы мүмкін, иә? Сондай кезде сізге Алла тағаланың өзі, вселенная сізге мынандай жібереді алдыңызға. Мүмкіндік. Бұл сізге сигнал. Сол себепті жаба салмай, ой, қойш демей мысалға, иә? Тем более мені жаба салу мүмкін емес. Мен білем, мен сізді бүйтіп тартып алам, о жағымды да өте жақсы білемін. Енді бекерден бекер 10 жылдан астам мен бұл саланың маманы болып отырған жоқпын. 10 жылдан астам бұл салада жүргеніме, иә? Менің білетінім, білмейтін, жаңа әрине білмейтін, қалай айтушы еді? Қазір айтамын мен сіздерге, қазір айтамын. Енді былай дұрыс айтатын болсам, енді қалай айтсам, жеткізбе. Бұл бизнестің, сетевой маркетингтің, MLM саласының мен жілігін шағып, майын ішкен адамын. Сол себепті мен сіздерге өте керекпін. Әсіресе, егер сіз әлі менің командамда болмасаңыз, міндетті түрде жаңағы тіркеліп, тез менің командама кіріп, тез тіркеліп, бұны сіз тегін ғана тіркеліп бастап кету керек. Себебі это бизнес без вложения. Енді ең қызығы алда. Сонымен сол кезде 10 жылдан астам уақыт бұрын мен бір презентацияға түсіп қалып, білесіздер бе, мен ойлағанмын, сетевой маркетинг өзімше болып жүрген адаммын ғой, енді ойбой, ақсаусақ 100 мың теңге сонда алатын. Телевидениеда жүрмін ғой, да что ты там, понимаете? И мен ойлағанмын ғой, бұндай бизнеспен айналысатын адамдардың, во-первых, жаңағы істейтін енді сіз жоқ шығар, бишараларды жұмысқа алмаған адамдар шығар, енді қараңғылардың ойы ғой, енді былайынша айтқанда, иә? Қазір мен білем, сіздер олай ойламайсыздар. Қазір заман өзгерген кішкене, бұл бизнеске көп адамның көзқарасы өзгерген. Тіпті әншілердің өздері де, байқұстар, бұны білмесе де суются сюда. Енді тоже, знаете, тойдың бизнесі өздерің білесіңдер, мынандай карантинде тоқтап қалды. Шоу бизнес дегенің былайынша айтқанда тоқтап қалды. Біз оны бәріміз түсіндік. Тіпті әншілеріміздің бәрі дворда жасайтын тойларға дейін шығып кетті ғой, енді шыны керек қой. Сондықтан да ойым жоғалды болдым. Сондықтан да ой өзгерген, иә, көзқарасы өзгерген адамдардың. Ал енді ол кезде кішкене басқаша болатын. Тем более мен ойбой, сондай өзімше ойлаймын ғой, звездамын деп. Звезда из Погорелого театра. 100 мың теңге алатыным ойымда жоқ. Ол 100 мың теңгені аламын да, оның жартысын киімге кетірем. Потому что енді жаспыз ол кезде, жаңа әдемі көрінгіміз келеді, әдемі киінгіміз келеді, жүргіміз келеді деген сияқты. Вот, ешқандай, мен сіздерге айтайын, ешқандай перспектива
телевидениенің көбісінің ешқандай перспективасы жоқ. Олар мүмкін ойлайтын шығар, ой бой, мен знаменитімін деп. Но мен ойлаймын, егер де знаменитый болғың келсе, мінекей, қыздар, телевидениеға шықпай-ақ, мінекей, телевидениенің оқуын бітірмей-ақ, журналистиканы бітірмей-ақ, шықта эфирге, мінекей сіздің эфиріңіз, мінекей сіздің телевидениеңіз. Сөйлей бер. Сөйлей, шешен боласың, жүре көсен боласың дегендей, сөйлей, мынандай сақылдаған кереметтей сетевик боласыз. Әрине, плюс соған қоса сіздерге білім керек. Мысалға, мен өзімнің командама білімімді үйіп төгіп берем. Менің әр эфирге шыққаным да, жаңағы постоянно, эфир деппін ғой, чатқа шыққаным да постоянно өзімнің біліммен постоянно бөлісіп жатам. Со себепті біз бүгінгі таңда номер 1 командамыз, номер 1 ойлаңыздаршы, бүткіл мен мақтанып қояйыншы, мінекей біз қарагөз қыздарымыз, кәдімгі қазақтың қарагөз әйелім, қарапайым әйелімін, қазақтың біздің қарагөз қыздары, біз номер 1 бүткіл BSC компаниясы бойынша біз номер 1 болып тұрмыз. Ойлаңыздаршы. Топты жарып деген, ана ақырын айтайын ба, орыстардан өтіп кеттік қой. Рас, өтіп кеттік басқа ұлттардан. Мынау қазақтар мен қырғыздар біздің вообще бәрін деген жыртып жатыр. Міне қырғыздар. Потому что мен негізі вообще бөліп жармаймын. Қырғыз халқы мен қазақ халқы. Маған қырғыз халқы ол тура біздің қазақтар сияқты бөлмейді екенмін. Енді қырғыз бен қазақ бір туған деп бекер айтпаған ғой. Түп біздің аталарымыз бір ғой. Со себепті менің командам, оның ішінде әрине енді орыстар да бар, басқа халықтар да бар. Но что хочу сказать. Біз Қазақстаннан осыдан 2 жыл бұрын жұмыс істеп бастап, мінекей номер 1 команда болып, топты жарып, бірінші номер болып, қазір әлі күнге дейін 11 ай болды, біз номер 1, топ номер 1 болып тұрмыз. Көрдіңіздер ма? Бұл ненің белгісі? Өйткені біздің опытымыз өте көп. Мысалға, менің өзімнің айтатын болсам, өз басым, менің эфирім ғой. Жаңағы бүткіл осы 13 жылдың ішінде жинаған опытым бар. Жаңағы кіммен мен кездеспедім, қандай адамдармен сөйлеспедім. Білесіңдер ма, мен кезінде бұл сетевой бизнесті тағы да айтам, неге мен ұзақ жаңағы бұл нәтижеге сіздер ойлайтын шығарсыздар. Ойбой, 13 жылдың ішінде мен өліп қалатын шығармын. Қашан жетем миллиондарға, маған қазір керек деп ойлайтын шығарсыздар. Уақыт дегенің, уақыт өтеді де шығады. 13 жыл сіз бұл бизнеспен айналыссаңыз да, айналыспасаңыз да өтеді де шығады. 13 жылдан кейін болса да, ақша болса, сіздің қалтаңызды теспейді ғой, дұрыс па? Сізге артық бола ма? 13 жылдан кейін де сіз миллион алып жатсаңыз, Ал 13 жылдан кейін де ақша болмай қалса? Вот сол жағын ойлаңыз. Ал енді айтайын, неге мен ұзақ тағы да, айтайын. Себебі біз ол кезде менің істемегенім қалмаған бұл бизнесте. Менің істемеген, мен қазір қарайым да, просто менің командамдағы адамдарға, мен таң қалам, қандай бар ғой, қорқақ, кішкене өзіне сенімсіз, істегісі келмей, жалқаулық бар. Сосын қыздар, бізде жалқаулық, қыздар, жігіттер. Мен сендерге айтайын, жап-жас болып тұрып, жалқау. Бәрін істе дейсің ғой, соның дегенің бір 2% істесе, еще оны істемейді да ғой, сол 2%. Мен сендерге айтайын, мен только шпагатқа отырмаған шығарым, мен бәрін істегем. Листовкадан бастап, листовка тарататынды алды. Маған не керек? Менің ол кезде немен ақшам жоқ дейсіздер ма? Менің ақшам ол кезде кәдімгі айлығым болатын, күйеуім жұмыс істейді, отбасым бар, мен бір аштан өлген, бір жаңағы подзабором жатқан адам болмайтынмын ол кезде де. Кәдімдей қазіргі көріп отырсыздар ма? Өзім жақсы көрем, ухаживала за собой, нормальный человек я. Но почему мен өліп тіріліп осы саланың дегенің бүткіл білімін алғым келіп, бәрін істегім келіп, бәрінен өзім өтіп, бәрін өзімнің жаңағы бойымнан өткізіп, опыт жинағым келді просто. Сондықтан да мен далаға да шыққанмын, соцопрос жасағанмын, листовкалар таратқам, остановкаға листовкалар ілгемін, далада приставала к людям, приставала. Сендер приставать етесіңдер ма? Айтыңыздаршы маған. Нифига подобного, не будете вы приставать. Ой-бой, вы же гордые многие. Сендер гордыйсыңдар. А миллион тапқыларың келеді. Сандуғаш сияқты талтаңда барыңдар, шығыңдар көшеге, мен көрейін сендерді. Жетесіңдер сонда миллионға. Кәнеки жазыңдаршы, қайсыларың ертең барасыңдар далаға.
Әрине енді ода уже, может быть, ондай прям, знаете, не жоқ жаңағы. Потребность жоқ далаға шығып, листовка іліп, это тогда у меня была потребность. Но, тем не менее, вот мен сендердің орындарыңда болсам, я, кто особенно хочет быстрых доходов, тезірек, ойбай, Сандуғаш апай, Сандуғаш ханым, вот сіз қалай жетістікке жеттіңіз, а? Қалай сіз 2-ақ жылда жеттіңіз деген сұрақ маған сұрақ қойған кезде мен ойлаймын, осы кісі түсінбей ма, мен іші түсінбеймін бар ғой. Мен айтып та жатам чатта, менің істемегенім қалмады бұл бизнес. Сондықтан далаға жүгіріп шығу керек та, ендеше, я? Если ты хочешь, чтобы у тебя штабелями команда образовалась, структураң үлкен болсын десе, тезірек сізге өзіңізді зона комфортадан шығарып, я, тезірек негативқа кіре беру керексіз. Бұл бизнестен тезірек көп деп негатив жинау керексіз. Потому что мен именно негативтің негативынан өткен адаммын. Негативтің высший жаңағы негативынан өткен адаммын. Маған қанша рет мен отказ алдым, қанша рет менің көңілім қалды, қанша рет листовка таратқанда листовканы дегенің не надо деп жаңағы далада, бейшараға ұстап далада немене анау лапшаларды іліп жататымын. Конечно, мен ұялатымын, бірақ я себя вытаскивала из зоны комфорта. Түбі осы бизнестен мен дегенің ақшаға шығамын деген ой мені постоянно мені мазалап, я, бір орында отырғызбайтын ғой. Астымнан как будто біреу ыстық плитка қойып қойғандай. Сіз отырмау керексіз. Даттаво, сіз бар ғой, я, ақша тапқыңыз келген кезде сондай болу керексіз. Сіз отырмау керексіз, жалпайып. Мен жасадым ғой бизнес. Неме дейді? Қазір мен сендерге айтайын. Ой, шақырдым ғой. Бір апта шақырды. Ой, шақырдым ғой мен, 2 апта шақырдым. Түк те жоқ. 2 апта емес, айналайындар ау, қайдағы 2 апта сендерге? Қайдағы 2 апта? Менің ана постымды оқыдыңыздар ма? 1 жылдан 3 жылға дейін минимум. Ал жарылып кетіңдер. Хочешь, не хочешь, 1 жылдан 3 жылға дейін. Сендерге я открою прекрасную тайну. Понимаете? Но, енді әрине сіздер 1 жылдан 3 жылға дейін жаңағы таптақыр бір тиынсыз отырмайсыз. Әрине сіз бұл жерден уже ақшаңызды таба бастайсыз. Наныңызға уже ақша түсе бастайды. Мен миллиондар туралы айтып тұрмын. Айналайындар, жандарым, миллиондар туралы айтып тұрмын. Енді қараңыздар. Так. Жаңадан қосылғандарға қадамдарыңа гүл бітсін. Аяғына дейін тыңдаңыз. Өте керемет тақырып. Сіз бұндай білімді ешкімнен алмайсыз, мен сізге 100% гарантия беремін. Маған пока тек упаковка жетпей тұр. Шын айтайын, я? Мен скоро упаковкамды жасап, бұл білімдерімді сатамын. Маған тек упаковка керек. Айтпақшы, араларыңызда кереметтей упаковка жасай алатын маған кереметтей упаковка жасап, мені жаңа продвижение жасай алатын адамдар болса, мен сіздерден жаңағы ұсыныс тастасаңыздар болады. Төлеймін. Маған тек упаковка керек, контент, жаңағы бүткіл менің миымды, бүткіл бар білгенімді, мен бәрін дегенің әрине мен өзім жасаймын, және мен кәдімгідей ақылы түрде марафон өткізетін болам сетевиктер үшін. Өйткені мен көріп жүрмін, айналада ойбой, өздерін сетевикпін деп, өзінің кеудесіне ұрған адамдарды көріп жүрміз. Енді әрине көп нәрсе үйрену керек әрине. Так, бұны мен, конечно, жаңа айта кетейін. Қалай айтшы, анау SMM-шіктер дей ма? Жоқ, қалай айтса, инстарайтерлар дей ма? Әлі де мен қарастырып жүрмін сондай адамдарды, сондан директіге жазыңыздар. Так, арғарай не айтып жатыр едім? 1 жылдан 3 жылға дейін. Енді мен айтайын дегенім қараңыздар. Сіз бизнеспен айналыссаңыз да, 1 жылдан 3 жылға дейін. Айналыспасаңыз да сол 3 жыл өтеді. Лучше быть при бабках хоть через 3 года, чем без бабок через 3 года. Ақша сіздерге бала өскен сайын, одан сайын көбірек керек бола береді, проблемаларыңыз өсе береді. Ол бар ғой, вот просто так что-то изменится деген, я? Вот, мүмкін мен бір жерден лотерея ұтып қалатын шығармын. Вот біздің негізі бар ғой, я? Біздің адамдардың 90%, оказывается, өмірдің ағымымен
кете береді. Өмірдің ағымымен, білесіздер ма? Себебі олар даже күнделікті жаңағы өзінің күнделікті өмірін сүріп жатады да, даже не задумываются. Алға қарай мысалы 10 жылдан кейін не болады, қандай өзін елестетпейді даже 10 жылдан кейін. Нет видения. Әйтеуір бірдеңесі болады. Алла тағала жаңағы бірдеңесі болады. Балалар өседі, еще бүйтіп ойлайды. Балалар өседі де, балалар оқиды да, осы мені асырайды дейді. Асырамайды. Сіз балаңызға өзіңіздің неңізді бересіз. Неңізді бересіз, сол болады ода. Бала, егерде сіз балаға жақсы фундамент берсеңіз, оған оңай болады өмірде. Тезірек ол сіздің фундаментіңізге тұрады да, тезірек жаңағы жақсы табыс тауып сізді асырайтын болады. Егер сіз балаңызға фундамент бермесеңіз, ол фундаментін қалаймын дегенше 40-қа келеді. Ол 40-қа келген кезде уже оның бала-шағасы өседі де, не до вас. Ол уже өзінің бала-шағасына, өзінің үйіне будет все лепить на себя, өзінің жаңағы үйіне қарай, үйіне сізді ешкім асырамайды. Не надейтесь, чудо не бывает. Сол себепті қазір кішкене күш қуатыңыз бар ма? Неважно, нешедесіз, 40-тасыз ба, 50-десіз ба, 30-дасыз ба, 20-дасыз ба. Вообще жас болсаңыз тем более керемет. Өткенде маған бір қызым айтады менің, ой, жаңағы мен уже 25-темін, маған қазір керек ақша, қазір, мы же сейчас хотим. Мен де ондай болғам. Ну, қазір болмайды. Өйткені, во-первых, сіздің еще опытыңыз болмаса бизнесте, сетевой маркетингте, опытыңыз болмаса, онда қазір вообще тебе не видать, как ушей, қазір ақша. Не видать, 1 жылдан 3 жылға дейін. Бірақ, сен қазір 25-тесің, рахат. Сен жассың, күш қуатың тасып тұр. Күш қуатыңды сен сомненияға кетірмей, күш қуатыңды жаңағы кешке дейін, ой, қазір ақша жоқ деген негативқа кетірмей, сен қазіргі күш қуатыңды терлеп тепшіп, ана жеріңнен тура пар шыққанша терлеп тепшіп, тезірек скорость салып, скоростьқа, машинен деген скорость саласыз ғой, 1, 2, 3-ке, тезірек 5-ке ма, 10-ға ма саласыз да машинаңызды газовать етіп, жаңағы 1 жылдан 3 жылға дейін емес, 1 жылдан 2 жылға дейін қысқарталасыз. Ал енді 25-те болсаң, ойлаш, 25 плюс 3, 20, уже 8-де миллионер боласың, керемет емес па? Это же лучше, чем ты сейчас будешь ходить 25-те, деп уақытыңды жаңағы, немеді анау, в трубу, коту под хвост. Уақытыңды деген просто так зая кетіріп, 28-де таста жоқ. 28-де де таста жоқ болады онда. Қазір өзіңді аяп, ой, мен қазір сұлумын, мен қазір, өлім мынандайды естіген мен қазір дейді, маған қазір керек, өйткені мен қазір сұлумын, мен әдемі болып тұрғанда маған қазір керек, мен әдемі шағымда. Ой, не скажите, 45-те де сен өзіңді әдемі санайтын боласың. 45-те де, 50-де де, 60-та да өмір сүргің келеді. 60-та да сенің ортаң, жаңағы дос-жарандарың, туған туыстардың алдында сен әдемі көрінгің келетін болады. Сондықтан не только в 25 и в 28 жизнь. Каждый уақыттың өзінің махаббаты, білмеймін да, қызығы, бәрі, әр возрастың өзінің несі болады. Қызықтары, махаббаты, сүйіспеншілігі, жақсылығы, бәрі любой возрастта болады. Сол себепті ошибочное мнение, что тебе только надо, вот қазір сен 25-те кірдің, и 25-те ғана саған кереметтей ақша керек. Жоқ, саған 28-де еще больше ақша керек болады. 30-да еще больше бала-шағаң өсе бастайды. 40-та одан сайын ақша дегенің тура керек болады. Сол кезде сен өкінесің, о дура. 25-те бала-шаға кішкентай болған кезде боқмұрындарды дегенің кешке дейін күйеуімнің тапқан ақшасына біресе мега, біресе сега, біресе кафеге апарғанша ақшамды төгіп шашып. Одан да сол кезде бала кішкентай болған кезде он ничего не понимает, не надо его таскать туда-сюда. Ой, көрсін, бірақ жаста бала, ой, көрсін, біз бүгін неменеге апарамыз, немеді анау, қазір айтам. Аттракциондарға отырсын, бірақ жастағы балаға не керек аттракцион? Жүрсін, пускай ползает рядом. Сен деген халатты киіп алда, жаңағы үйіңде тамағыңды істеп жатып, бір қолыңда бала, бизнес жаса. Мінекей,
саған мүмкіндік. Сенің балаңа аттракцион басқасы білесіңдер ма, нешеде уже керек бола бастайды. Это я для молодых мамочек говорю. Ол уже есін біле бастаған кезде аттракцион керек. Зачем сейчас тебе это делать? Кішкентай титтей ақшаңды одан да сен таргетингке жұмса. Титтей ақшаң болса, одан да сен өзіңе жұмса, әдемі көйлек ал, білмеймін жаңағы, жақсы телефон ал качественный, чтобы бизнес вести в Инстаграме. А то бала дегенің ана белінен шықпай жатып, бір-ақ жасар, екі-ақ жасар, үш-ақ жасар, аттракционға апарамыз. Последние деньги на аттракционы надо же истратить же, надо же все пустить. Керек емес оған аттракцион, басқасы да керек емес. Әдемі киім де керек емес ол балаға. Конечно, енді мен түсінем, сен өзің ортаң бар, подружкаларың бар, сен жаңа көрсеткің келеді. Сол кездің әйтеуір бір движениясы болып жатады ғой. Бірақ мен сіздерге айтайын, я 35-те, 40-та, 50-де еще больше тебе нужно будет денег, и ты тогда поймешь, вот дура, нафиг оно мне нужно было, сол кезде дегенің. Сол кезде менде маған предложение түскен кезде бизнесте, сол кезде надо было рвать и метать жас кезімде. А сейчас как дура сүмең етіп, қазір уже нешеге келдім деп ойлайсың. Қазір шынымды айтсам мен, я қазір маған 45-те сүмең дегеннен гөрі, одан да 25-те сүмең деген жарасады. Мен жастар үшін айтып тұрмын. Бірақ уже 45-те болып тұрсаң, мен сияқты, онда начинай сейчас. Чем ты раньше начинаешь, тем лучше тебе заниматься в кавычках этим позорным бизнесом. Но мен сендерге айтайын, бұл позорный бизнесте миллиондар жатыр. Мінекей мен айына айтайын ба, айтпайын ба, менің мамам шырылдайды ғой. Айтпаш осы табысыңды, көз тиет. Бізде сондай бар ғой. Құдай сақтасын, көзде сөзде тимей ақ қойсын. Бұл таза менің маңдай термен келіп жатқан ақша. Мен құрдан-құрна жерде сөйлеп жатқан жоқпын. Мен деген өзім біліммен бөлісіп жатырмын. Білім бүгінгі кезде миллиондаған ақшалар тұрады. Кіммен мен келседі? Білімді мен деген білімімді беріп жатырмын, опытымды беріп жатырмын. Мен сондықтан да ақша тауып отырмын. Құрдан-құрмен ля-ля-ля тапаля деп отырған жоқпын мына жерде. Кіммен мен келседі? Айтыңыздаршы. Сол себепті мен білімімді беремін. Мен бұл бизнесті кәсіби түрде жасап жатқандығымнан мен жақсы ақша тауып отырмын. Мен қаншама жылдан бері, айтып отырмын, 10 жылдан бері, 10, 12, 13 жылдан бері мен бұл бизнестің қыр-сырын қаншама кітап оқыдым, қаншама нәрселерді зерттедім, қандай только адамдармен сөйлеспедім, қандай ортада мен жүрмедім. Между прочим, тек қана сетевой бизнеске қатысты адамдармен мен жаңағы не болған жоқпын, әріптес болған жоқпын. Мен талай-талай білімді адамдармен, ғалымдармен, өйткені менің мамандығым солай болатын. Сұхбат алатынбыз, мысалға, түрлі еңбегі сіңген Қазақстанға әншілер болсын, басқа салалар болсын. Мен енді не скромный деп ойлап қалмаңыздар, ол барды деу керек. Мысалға, қандай адамдармен біз жұмыстас болмадық, я? Бұл ненің белгісі, бұл кругозор, я? Бұл да опыт бір. Өмірден алған менің қаншама опытым бар. Өйткені уже әрине мен енді 18-дегі қыз емеспін. Сол себепті міне осылай, қыздар, жігіттер, өте керемет бизнеспен айналысып жатырмыз. Тағы да айтамын, жаңағы қазір енді мынау жалдамалы жұмыста жүрген адамдар өте көп. Бүгінгі таңда мен сіздерге айтайын, 21 ғасыр, әсіресе 2020 жылы өздерің көрдіңдер, я, пандемия болды, коронавирус, елдің бәрі, біз кәдімгідей, елдің бәрі, я, не болып қалды, есеңгіреп қалды, не істейміз, ойбай қалай, жұмысқа барып келген адамдардың көбісі онлайнға өтіп кетті. Ойлаңыздаршы, не істейміз, қалай, менің болашағым қалай болады? Сол себепті бір ғана жұмысқа қарап отыру, қазір вообще бұл, мен айтайын сіздерге, это уже дикость. Бір ғана жұмысқа, бір ғана бір табыс көзіне қарап отыру, бұл дикость. Сіздің қолыңызда мынандай кереметтей инструмент тұрған кезде, мынандай кереметтей алдыңызға адам шығып отырған кезде, бұндай информациямен бұл бизнеске тіркеліп, тегін мына мүмкіндікті алып, істеп кетпеу енді сіздікі, мен білмеймін, енді күнәмен тең деп айтар едім, я?
Это дикость просто. Бір ғана нәрсемен күн көру, соны бала шағаңды, бір ғана айлықпен жаңағы асырап отыру, мен ойлаймын, ол сіз эгоистсіз олай болса. Эгоист тек қана өзіңіздің жаныңызды ойлаған, өзіңіздің жаңағы бір какой-то бір сіз енді ойлайсыз ғой, унижаться еткім келмейді, айтқым келмейді, не хочу никого уговаривать. А білесіңдер ма, бұл не? Бұл эгоизм, бұл себялюбие. Даже это можно сказать где-то мынау кеудеге нан піскен дейді, тағы да бір сондай бір выражение бар ғой. Гибкий болу керек бүгінгі таңда, бүгінгі заманда сен как уж на сковородке, сковородкаға салып жіберсеңіз сізді қалай жорғалай бастайсыз. Сол сияқты адам дегенің осы заманына қарай уже гибкий болу керек, гибкий. Әр нәрсені бастап кету керек, мысалға, әрине енді ақшаңыз болса, онда бизнесті так и так жасап жүрген шығарсыз, Ал енді ақшаңыз жоқ болса, мысалға, менің осы 2 жыл бұрын, немеді анау? Енді не артық айтпай қояйын, енді көпшілік сияқты сол бір какой-то күйеуімнің табысына қараймын, өзімнің бір істеп жатқан бірдеңе 100 000 теңге ма, сондайға қарап отырған адам болатынмын. Білесіңдер ма? 2 жылдың ішінде өте жақсы табысқа шығып отырмын. Менің аккаунтымда не бар? Ссылка бар. Көк сілтемеге бассаңыздар, менімен танысуға болады. Ол жерде бәрі жазылып тұр, қанша тауып жатырмын, не істеп жатырмын, бұл не вообще. Сол себепті менімен жақынырақ танысам десеңіздер, соған кіріп те қараңыздар. Так, не айтып жатыр едім? Бүгінгі таңда сол бір ғана айлыққа, бір табысқа қарап отыру, енді это некрасиво, это непростительно сіз үшін. Денсаулық бар, бір жастық шақ бар. Мен мысалы өзімді де қазірдің өзінде жас деп санаймын, жаспын, Сіздің қазіргі возрастыңыз бар, жаңағы инструменттердің бәрі бар ғой, мысалға. Мінекей телефон, инстаграм, бізге келіп тіркелсеңіз, команда, ең главный, команда бар, команда жетелейтін. Бұл бизнес өте керемет. Мысалға, егерде сіз обычный, традиционный бизнеспен салыстыратын болсаңыз, сетевой маркетингте, сізге традиционный бизнесте фишкаларды ешкім үйретпейді. Мысалы, ашасыз бутик, ашасыз, киіммен бутик ашасыз, ақшаңызды салдыңыз кеп, киіммен бутикті аштыңыз, сіздің көршіңіз киім сатып тұрған адам, ол еш уақытта өзінің фишкасымен бөліспейді. Ол дегеніңіз Турцияға қай жерге әдемі киімдерге бару керек, ол бөліспейді. Қандай поставщиктер, қандай жаңағы дистрибьюторлар бар, оларда сондайлар бар ғой, ол бөліспейді. Қандай фабрикалар тігеді жақсы киімді, қандай турецкий нелер жаңағы фабрикалар бар, ол бөліспейді сіздермен. А біз сізді қолыңыздан алып, біз бөлісеміз, сізді жетелейміз. Себебі білесіздер ме, оның сыры бар сетевой бизнес. Себебі сіз ақша тапқан сайын, сіздің спонсорыңызға да жақсы. Көрдіңіз ба, біз в связке жұмыс жасаймыз. А традиционный бизнесте сізге қайта наоборот аяқтан шалышулар көп болады. Ой, бизнеспен айналысқым кеп жүрмін деп, жаңағы бизнеспен айналысып жүрген даже туысыңызға айтсаңыз да, даже туыстардың өзі кейде, ой, не қыласың, қиын. Вот шыны керек, кейбір туыстар, наоборот дегенің, ойбай, мынау байып кете ме екен деп, сізге ешқашан бизнестің нағыз шындығын айтпайды. Рас айтып тұрмын ба? Солай. Так что мінеки солай, құрметті менің көрермендерім. Так, нені айтпадық? Біз қандай жаңағы бизнес? Менің вообще негізі, мен бұның алдында да, мына жаңа BIC компаниясының алдында, мен қазір істеп жатқан компаниям BIC, бұның алдында мен Фаберликке тіркеліп, сол кезде 10 жыл бұрын, Фаберликке тіркеліп, сол кезде мен бағанағы ойымда до конца айтпаппын ғой. Енді сол кезде бүйтіп жүрген адамбыз ғой, енді жаспыз. Сол кезде мен ойлаймын ғой, делать нечего, жаңағы бір аннан қашқан, мыннан қашқан бір адамдар жұмыс істейтін шығар, осы бар ғой сетевой бизнесте деп ойлап келгенмін ғой. Неге?
офиске. Сөйтсе менің алдымнан кәдімгідей енді кереметтей ол жерде де қазіргі мен сияқты бір топ лидерлерді көрдім. Сол кезде мен бірден поменяла свое мнение, потому что олардың өздерін ұстауы, вообще ақша тауып жүрген адам, ол бірден оның энергетикасы басқа болады. Деньги – это энергия деп бекер айтпаған. Мен даже біздің журналистер мына кісілердің алдында жолда қалады екен ғой деген ой түйдім ғой сол кезде. Мен сендерге айтайын, журналистің көбісі наоборот, вот дерево болады. Өзінің ғана узко направлениясын білет, не туралы, экономика туралы ма, соны ғана білет. Вот честно скажу, қанша адамдармен жұмыс істедім ғой, көбісі бар ғой, вот дерево, рас айтайын, бар ғой. Асып тасып бара жатқан несі де жоқ, білімі де жоқ, сондай білімі таяз десем де болады, көбісі сондай болатын. Ал енді мен сол кезде ойладым, мына кісілердің білімдері енді әрине қалай, вот как я могла так подумать деген ой түйдім мен сол кезде. Сол кезден бастап мен действительно бұл бизнесте ақшаның жаңағы кереметтей осы жерде табыс көзінің барын сол кезде мен түсіндім, құрметті менің көрермендерім. Сол кезде мен сразу уже шешім қабылдап, каталогты алып, мен де сетевичка болдым сол кезде, каталогты алып, каталогпен әрине өзімнің ортама келген кезде менің үстімнен күлді. Мә, и ты туда же, все, кто попала, деп, білесіңдер ма, маған қалай жаңағы обидно болғанда да енді мен сіздерге сөзбен енді жеткізе алмаймын. Сол кезде мен ойладым, нафиг маған осы керек па, зачем маған унижаться етіп, осыларға еще каталог көрсетіп. Оны білесіңдер ме, әрине ондайды енді бизнестен хабары жоқ, онша әлі кішкене білімдері жоқ адамдар әрине солай ойлайды. Сіз де мысалға бұл бизнесте ешқашан әлі болмасаңыз, сіз де тіркелгеннен кейін сондай энтузиазммен шығасыз. Например, қазір сіз мені тыңдап, или мені көріп, менімен сұхбаттасаңыз, сіздің ойыңыз өзгереді, бірақ сіз уже өзіңіздің ортаңызға барған кезде, будьте готовы, сіз негативке тап боласыз, міндетті түрде, көңіліңіз түседі. Сізді бар ғой, анау бетіңізбен боққа малып алғандай болады. Шын айтайын, сондай болады, сондай чувство болады. И сомнение кетеді, іштен сізді жейді, осы маған керек па, нафиг оно мне надо. Менің какой-то бір табысым бар ғой, құрсын өз саламда жүре берейін. Еще сізге туыстарыңыз да айтатын болады. Ой, айналайын, заңгерсің ба, жаса сол заңгерлігіңді. Сен бекер оқыдың ба, дипломға сен бекер оқыдың ба, 4 жыл сен дипломды бекер оқыдың ба, деген сияқты. Ішкі сосын борьба басталады. Ішіңіздегі нәрсе, жаңағы встречада болдыңыз, адаммен оны көрдіңіз. Вот менде сондай болды. Бірақ сол кезде мені бір фраза құтқарды да, мен сияқты бір әйелмен мен кездестім, өте көп, сол кезде енді сондай опытный, сондай енді жақсы ақшаға шыққан, табысқа шыққан ол кісі маған айтты, мен де кезінде бір отделдің, бір бөлімнің бастығы болғанмын. Мен бұл бизнесте жүргеніме тоже 10 жыл деді ол, енді мен 13 жыл болды, бірақ 10 жыл деді ол, болды істеп жатқаныма. Сонда мен айттым, а почему, мен мынандай сұрақ қойдым, а почему не все достигают успеха деген кезде, ол маған былай айтты, Сандуғаш, этот бизнес, потому что не для тупых. Ойлаңыздаршы. А мен наоборот ойлап барғанмын ғой, для тупых екен бұл бизнес. Любой дурак кіретте, бұл сетевой бизнеспен айналысатындар дурактар деп ойлайтын ғой. А оказывается, нет, наоборот. Получается в этом бизнесе очень образованных, эрудированных, амбициозный адамдардың қолынан келеді бұл бизнес. Үлкен ақшаларға қандай адамдар жетеді? Именно сондай адамдар жетеді. Білімді, амбициозный, начитанный, образованный, дипломы бар, желательно 3 дипломы бар адам. Білесіңдер ма? Сондықтан да егерде сіз хотя бы бір параметрі жоқ болса, онда тездетіп сізге өзіңіздің біліміңізді толықтыру керек. Потому что этот бизнес не для тупых. Бірден айтайын. Да, вы будете зарабатывать. Сіз бір табысқа жетесіз. Бірақ сіздің ойыңыздағыдай табысқа жетесіз бе? Екталай. Сол себепті біліміңізді сіз жетілдіре беру керексіз. Ал енді ол жағынан біз өте қатты көмектесеміз.
Себебі біздің жұмысымыз командалық жұмыс, біз сабақтар береміз, обучение береміз, білімімізбен бөлісеміз. Мысалға мен өзім, мен сондай айтайын мен сіздерге, маған уже бірнеше күннен бері вообще маған ылғи бүйтіп айтады: вы такая простая деп айтады, Мен бұл сөздің, енді түрлі астары бар, простая деген сөздің. Мен кейде ойлаймын, бұл кісі вы такая простая деп қандай мағынада айтады екен деп ойлаймын да. Әрине мен оны жақсылыққа қарай жоримын. Енді әрине үйтіп айтатындары да себепсіз емес. Себебі мен ойлаймын, мүмкін өйткені мен любой адамдармен өзімнің командамдағы топ номер 1 болсам да сөйлесе кетемін. Бұл ненің белгісі, Маған жазса, мысалға тікелей маған жазса, мен сөйлесе кетем. Сол кезде оның бір сұрағы болса, міндетті түрде оған жауап берем. Сол қырымды сөйтіп айтатын шығар деп ойлаймын. Или может мен кейде халатпен шыға саламын эфирге, сонымды айтатын шығар. Вы такая простая деп. Но я вам скажу, я простая, но не простушка. Вот. Айтайын дегенім, командалық жұмыс болғандықтан, қанша мен ақша тауып атпайын, мен любой өзімнің командамдағы қыздарыма, адамдарыма көмектескім келеді. Әрдайым қол ұшымды бергім келеді. Әрине мен не всегда у меня получается физически просто. Сондықтан кейде айтпақшы, кейде шош кетпеңдер, мен кейде болады, маған жазады ғой личкаға: сәлеметсіз бе, сіздің командаңыздан боламын деп жазады ғой. Сол кезде енді мен түсіну керекпін ғой, қай менің веткамда тұр, қандай менің директорымның жаңағы адам екен деп мен енді өзім үшін түсіну керекпін ғой. Сол кезде мен сұраймын ғой: сіздің спонсорыңыз кім деймін ғой. Сол кезде үндемей қалады ғой, кейбіреулер қорқып кетеді ғой деймін. Ол бүйтіп ойлайды деп ойлаймыншы, бүйтіп ойлайды ғой деймін. Спонсорымды сұрап тұр, мен жынды, бұл кісіге неменеге жаздым екен, ол қазір менің спонсорым айтады: сен неге сенің адамдарың маған жазады деп айтады деп ойлап тұрған шығар деп ойлаймын да ішімнен. Сол кезде и приходится мне говорить: жоқ, енді сіз айтсаңыз спонсорыңызға, мен түсіну керекпін ғой, сіз менің қандай веткамда тұрсыз. Сіздің спонсорыңыз бриллиантовый директор ма, менің бриллиантовый директорымын ба, менің жаңа командамдағы золотой директор ма, платина ма, или сіз енді менің көтеріп жатқан жаңа веткамның адамысыз ба деп жаңа өзім үшін мен анықтау керекпін ғой. Сол кездеші қорқып қалады да үндемей қалады ғой кейдеші. Сөйтіп пока шұқылап, тартып сол информацияны өзім алмағанымша, короче, приходится потеть. Сондықтан да қорықпаңдар, мен не үшін сұраймын спонсорың кім деп. Я просто должна для себя определить, в какой вы моей ветке стоите. Так, нені айтпадық? Бірдеңені бастап келе жатып, ұмытып қалдым. Сол, так что мен айтайын дегенім тағда, бұл бизнесте тегін ғана тіркеліп, тегін ғана тіркеліп, ешқайда шықпай, причем ешқайда шықпай, рахат қазір. Ешқайда шықпай, сіз дегенің красота, интернетте ғана адамдармен танысып, бұл бизнесті сіз ұсынып, жақсы табысқа шыға аласыз. Менің көзіме жас келеді, когда командамыз уже ай біткен кезде, біздің отчетный период бірінен, мысалы 31-не дейін, ай бітіп, чаттарға чектер жіберіле бастайды ғой, чектер, Кешегі көрген қызым, мысалы 3% болған қызым, 80 мың теңгеге шықтым, 100 мың теңгеге шықтым, 150, жаңағы 200, жарты миллион, 800 мың деп жатады ғой. Сол кезде енді еріксіз көзіңе жас үйіріледі, рас айтайын. Өйткені именно сенің соның жаңағы жетістігіне сенің прямой байланысыңның барын сен сезген кезде, шынымен бұл, білесіңдер ма, бұл енді нағыз бақыттың шыңы. Керемет, біз құр өзімізге ғана ақша тауып жатпаймыз ғой. Біз кереметтей миссия жасап жатырмыз. Миссия, біздің кереметте миссиямыз бар. Натуральный, безопасный продукция арқылы, табиғи таза продукция арқылы біз өзімізге, денсаулығымызға ешқандай зиян келтірмей, айналаға ешқандай жаңағы зиян келтірмей, сен осымен пайдалан деп отырып, мына жерде қаншама қыз-жігіттер табыс тауып отыр. Өздерінің уже отбасыларын жаңағы осы ақшаға асырап отыр.
көптеген адамдар өздерінің армандарына жетіп жатыр, машина алып жатыр. Мысалға біздің командамыздағы кейбір лидерлеріміз өздерінің кухняларын жаңалап, гарнитур, мысалға кухонный гарнитур, ол әйел үшін өте маңызды. Өйткені кухонный гарнитур дегеніңіз миллион теңге тұрады минимум. Сондықтан сол арманыңа жету, мысалға, или шуба алу, или телефон, жаңа телефон алу, или там білмеймін, балаңның бір оқуына ақша төлеу. Бұл да бір үлкен арманға жету деген сөз. Сол себепті сіздер сондай армандарыңызға осы бизнес арқылы жете аласыздар. Так, мен бір чатқа қарап қояйын. Жоғарыда сұрақ қойып едім, Сандуғаш ханым дейді Ләззат. Так, мен көріп кетейін. Қыздар, мен қанша уақыт болды сөйлеп отырғаныма? Менің телефоным кішкене бір түрлі болып тұр. Так, қазір. Ойбай. Эфирден шығып кете жаздым. А почему мен мынау деген түспейді менде? Түсінбегенске. Так, почему түспейді менің комментарием? Тұра тұрыңыздар. Так, а что такое? Ничего не поняла. Почему комментария нету? Ой, қайқа кетіп қалды мынау? Так, дұрыс айтасыз. Командада қыздарда ақша алса екен дейміз. Так, егер де қиын болмаса, Ләззат, қайтадан сұрақтарыңызды ал қойыңыздар. Мен сразу мына жерде да что-то басқаша болып ашылып тұр. Аха, вот кішкене Инстаграм өзгеріп кеткен. Короче, біз модадан қалып қойдық па, Инстаграмның модасынан. Бұл жерде күнде ауысып атады, шыны керек. Үстіне анау нелер үстіне шығып кеткен, смайликтер. Или инста обновление болған обновление. Потому что менде непонятно болып тұр. Мен почему-то комментарийлер үстіне қарай кетіп қалды да, и мен көрмей тұрмын. Үстіндегі комментарий астына түспейді. Маған вообще ұнап тұрған жоқ мынау. Что за дела? Вообще не нравится мне это. Мен деген көру керекпін ғой комментарий. Көп деген комментарий келген бағана. Ал енді жарайды, онда комментарийді қоя беріңдер. По ходу давайте мен сұрақтарыңызға жауап берейін. Менің информациям қызық болды ма? Ну-ка жазыңыздаршы. Кім өздеріне бір білмеген жаңағы информация болса. Так, неме дейді? Ой, мынау неге түспейді? Антигелін туралы сұрап жатыр, қолына бөртіп кеткен бірдеңе деген сияқты. Үстіне қарай көтеріліп кетті. Айбетпеңіздер, өйткені көрмей қалдым мен мынаны. Или мынаны шұқу керек бе екен, бүйтіп бірдеңе қалып. Керемет дейді Қарагөз. Так, рахмет Қарагөз. Ал давайте енді өмір туралы сөйлесейікші. Любой тақырыпта әңгіме қозғай аламыз. Көп инсайттар алып жатырмын, өте жақсы. Инсайт деген это озарение. Вот еще орыстарда жетон упал дейді. Имейте в виду. Мысалға, әсіресе бизнеспен айналысып жүрген адамдарға постоянно озарениялар керек. Мен шашымды вообще қып-қысқа қылып алып тастаған. Менің әпкем айтады, ты как дяденька стала дейді. Так, 89 мың. Ой, тағы да кетіп қалды. Бәсеге қосылып, бірақ заказ әлі жасай алмай жатсам, мені шығарып жібереді ма структурадан. Так, жоқ, тұра тұрыңыз, сізді ешкім шығарып жібермейді. Главный айдың аяғына дейін заказ жаңағы өзіңізге алу керек. Вообще бұл заказ жасаудың мәні өте тереңде жатыр. Түп тереңде жатыр мәні. Дяденьгаға ұқсамайын ба, қыздар, айтыңдаршы. Мынаны вообще кішкене что-то қысқартып жерген. Кеше я страдала по поводу этого. Сториске салғам, я страдаю деп. Как раз Талдықорғанға бару керекпін. Айтпақшы, так, ертең ұшамыз біз Алматыға, бұйыртса, Алла амандығын берсе. Так, ертең уже Алматыда боламын. Вот, и жолға жиналып, жаңағы өзімше енді шашымды барып бір кішкене бір прическа жасайын дегенім, стрижка жасайын дегенім ғой. И посмотрите, как меня вот артын вообще алып тастады. Рахмет, әдемісіз дейді. Вот осыны күтіп отырмын ғой бағанадан бері мен сіздерден. Так, сонымен, так, мен ассамблеяда болам, жаңа келіп тіркеліп заказ салмай қарап отырғандарға не десек болады. Мен сендерге айтайын, бұл жерде лидерлер ма или новичоктар көп па мына жерде? Сейчас как скажу, а то. Мен енді бір нәрсе айтайын. Заказ салмай отырған адамдарға, оларға просто бумеранг.
кейін олар ақша қатты тапқысы келген кезде өздеріне тура өздері сияқты адамдар келеді, потому что это бизнес дубликации. Ол ақша тапқысы келсе, ол тезірек заказын жасау керек. Сол кезде оған тура сондай адамдар тартылады. Это не просто так. Вот мен бұл құрдан құр айтып отқан жоқпын, поверьте моему 13-летнему опыту. Өзің қандай болсаң, сондай саған адамдар келеді. Тура өзің сияқты заказ салмай отырады жалпы. И будешь сидеть вот так вот. Олармен қосылып ап, негативке батып, тездетіп, тез. Заказ жасауға жүгіру керек, асығу керек. Өйткені, во-первых, жаңа айттым не үшін екенін. Во-вторых, сен продукция алғаннан кейін сенің сөйлеуің басқа болады. Сенің информация беруің басқа болады. Энергияң басқа болады. Шақыру энергияң басқа болады. Сен көзің жанады. Менің көзім жанып отыр ма? Жанып отыр. Потому что мен 100% осы продукциямыздың тұтынушысымын. 100% тұтынушысымын. Мен вообще каталог бекерден бекер шығарылмаған каталог. Сендер ойлайсыз, не алам, уже бәрін алдым. Ештеңе алған жоқсың сен. Құр ай сайын кір жуатын, дұш жуатын аласың, Мен уже бәрін алып қойдым, маған ештеңе керек емес. Вообще не үшін, зачем этот нужен каталог? Сен ай сайын өзің алмаған, көрмеген продукцияны ала беру керексің. Зачем маған туш? Мен боямайым көзім. Боямасаң да алу керексің. Потому что сен оның текстурасы қандай, ол қандай упаковкасы қандай. Сен өзің боямасаң, қызың боясын, әпкең боясын, подари ей. Сен отзыв жинау керек, ты должен понимать, сен қалай бұл продукцияны сен басқаларға айтасың, и сен туштың қандай екенін білмесең. Мен пайдаланбайым дейді. Пайдаланбай қой, пайдаланады адамға бер. Потому что саған келет адамдар, и айтады жаңағы, продукцияларың қандай. Вот мен қазір нені каталогты ақтарып отырмын, туштарың қандай. Туш мен алған жоқпын деп айтасыз ба? Туш мен алған жоқпын десеңіз, ол да алмайды, и все. Все это завязано друг на дружке. Сен ай сайын новый продукцияны алып, вот мен уже почти 3 жыл болды осы компанияда жүргеніме. Мен әлі алмаған, тұтынбаған продукциялар әлі көп ана каталогта. Потому что я за 3 года не успела многое использовать. Маған керек емес мужской парфюмдарды үйіп алам. Маған да керек емес ол мужской парфюм, например. Күйімде әйтеуір біреуі бар, маған керек емес басқа. Мен не үшін ала берем? Өйткені мен білу керекпін, оның иісін білу керекпін. Я должна уметь рекомендовать. Я должна знать, қайсы холодный, қайсы, а бізде отзыв чатта. Ананың иісі қандай, мынаның иісі қандай, деп сұрай бергенше ай сайын новый продукция ала беру керексіз сіз. Ай сайын. Керек емес па? Аласың, керек емес болса да. Потому что сен 100% ол продукцияның тұтынушысы болу керексің. Ты должен быть продуктом своего продукта. Ұнамаса да айтайын, қыздар, жігіттер. Понимаете? Мен кейбір адамдар ұнатпайды екен, осы кісі деген сөйтіп қатты айтады, бірдеңе деп. Мен қайта қатты айтпаймын ғой. Негізі мен, между прочим, я очень мягкий спонсор. Рас айтайын. Очень мягкий. Мен деген бір нәрсені айтамын, бізде лидерлер істемейді кейде, даже анау сабақтар болсын, қойшы деймін, ұмытып кетемін оны, Сосын мен ойлаймын, не надо, саған керек емес па, маған да керек емес онда. Все, мягкая мен де жоқ, ананы бар қылқындырып, давай тезірек істе, менде ондай жоқ. Мен енді қатты айтатыным бар, но мен деген до конца оны добивать етпейді екенмін. Так что мен күштім, мен жақсы спонсормын, келіңіздер. Менің командама ең керемет атты структураға келіңіздер. Айтпаппын ғой. Біздің структураның аты ең керемет, что в переводе на русский означает самые лучшие. Ең керемет болып, мінекей уже 11 айдан уже бері біз кереметтей болып бизнестің жаңағы айдынында қалықтап номер 1 болып келе жатырмыз. Мінекей. Так, ләззат күлді, жақсы. Күлгендеріңіз өте жақсы. Ал енді сұрақтар бар ма, жоқ па? Все, или қош айтсамыз ба? Мен барып қазір маска жасаймын. Кереметтей маска, альгинатная увлажняющая лифтинг маска. Маған увлажнение өте керек, өйткені уже суховатость пайда болып жатыр. Так, ең болмаса маска жасап әдемі болайық. А то дяденька ұқсап подстригли меня. Тура айтып отырмын ғой, тура ассамблеяға барарда ғой. Вот что ты поделаешь? Что ты поделаешь? Ассамблея Москваға барам ғой, қыздар. Москва вообще мен үшін, вот осы компанияға келіп, менің өмірім өзгерді. Мен
Доминикана тұрмақ, вот 2 жылдың ішінде BIC компаниясы арқылы Доминиканада болдым, Сингапур, Камбоджа, Сингапур, Таиланд, Камбоджада болдым. Ойлаңыздаршы, вообще естімеген даже мемлекеттер ғой, ойлаңыздаршы. Мен как обычная казахская женщина. Вот когда бы я туда поехала на свои деньги, қашан кредитке мүмкін барар едім. Оу! Мүмкін бір жинап 3-4 жылдың айлығым бекен, или кредитқа Дубайға барар едім, или ары кетсем мына Турцияға или Дубайға барар едім кредитке, потому что мен обычно өмір сүріп жүрген қарапайым қазақтың әйелі болатынмын. Осы компания арқылы өмірім өзгерді. Мына Москваға бар ғой, мына тұрған Алматыға сияқты уже сколько раз я была Москвада. Ойлаңыздаршы, как Алматы сияқты болып кеткен маған Москва. И құдай қаласа 13-інде Алматыдан мен Москваға қарай ұшамын. Жоқ, 12-сінде ма, 11-інде ма, қашан еді? Ұмытып қалдым. Памятті жөндеу керек өшім. Москваға ұшам 2-3 күннен кейін. Алдымен Талдықорған, қыздар айтпақшы. Серьезно айтып тұрмын, Талдықорғанға шақырыңыздар. Мен күліп отыр екен деп, бәрін әзілге ниет жүрмеңіздер. Талдықорғанға обязательно адамдарыңа айтыңдар. Талдықорғанда мен боламын, кездесем командамен, біздің ең кереметтіктермен обязательно мен кездесу керекпін. Вот. Талдықорғанға бірінші рет бара жатырсыз ба? Представляете, мен Талдықорғанға бірінші рет бара жатырмын. Хотя мен Алматының қызымын, Есіктің қызымын. Талдықорған деген вообще 2 сағаттық жер ғой. Өмір бақи Алматыда Есікте тұрып, мен Талдықорғанға бармаппын ғой. Вот компанияның арқасында Талдықорғанға барам. Вообще негізі BIC-дің арқасында Москва, жаңағы айтып өткен мемлекеттерде, Доминикана, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Кипр, да, Дубай, Ақтау, Атырау, тағы да қандай, Ақтау, Атырау, Қырғызстан, Ош. Ой, Ош деп тұр, не, Ошқа, значит, барам Алла қаласа. Не, Бишкек, Қырғызстан, вообще Қазақстанның жаңа қалаларының көбісіне болмағанмын ғой мен. Орал, қандай, в общем, өте көп қалаларында уже болып тастадым BIC компаниясының арқасында. Вот стиль жизни изменился, представляете? Мен жай жұмыста, салпаңдап жүрген жұмыста, разве я бы жаңағы побывала бы в этих городах? Ешқашан. Даже айтып отырмын ғой, 2 сағаттық жер Талдықорғанда болмағанмын ғой. До того біз вообще негізі, жай мынау жұмыста жүрген, жалдамалы жұмыста жүрген адамдарды мен қатты түсінемін. Уақыттары болмайды, во-первых. Какой-то бір кішкентай ақшаға тура миллион тауып атқандай жұмыс істейді ғой. Зачем так страдать и так работать, упахиваться какой-то бір кішкентай ақшаға? Әрине, енді түсінемін, потому что басқа жұмыс жоқ. Сол жұмыспен, сол жаңағы табыспен семьяларын бағып отыр, асырап отыр. Бұл жерде маған кінә тақпаңыздар, сөйтіп айтып қалдым. Айып етпеңіздер. Бірақ мынандай мүмкіндік тұрған кезде, мынандай бизнес тұрған кезде бұны да алыңыздар, бұны да жасаңыздар. Мінекей, мен айтып отырмын ғой, сол жұмысқа анау как зомби сияқты таңертең барасың, зомби сияқты келесің, зомби сияқты тамақ ішесің обедте, зомби сияқты анда-санда бір суббота-воскресенье апарасың балаларыңды неге немеді? Аттракционға. Анаған отырма, мынаған отыр. Жаңа ойлап тұрасың ғой, қайсысы арзан. Сосын ана байқұс, анаған тағы да отыр. Жоқ, жүр, болды деп бастайсың ғой. Кафеге отырсаң, так, уже ақтарасың ана менюді. Так, мынау қанша арзан, мына қайсысы арзан екен. Ең тойымдысын және ең арзанын жаңа таңдаймыз. Солай ғой. Солай. Вот, так что мүмкіндік бар өмірді өзгертуге, қыздар, жігіттер. Мүмкіндікті алыңыздар. Бекер менің эфиріме түсіп отқан жоқсыңдар. Это сигнал, это призыв к действию. Сөйтіп қабылдаңыздар бұл прямой эфирді. Жақсы ма? Ал енді қош айтсайын, өте қызық болды деп ойлаймын. Себебі менің эфирім қызықсыз өтпейді еш уақытта. Сондықтан да алдағы уақытта, енді я люблю пошутить негізі. Но все, что я говорила, это все правда. И ничего, кроме правды. Так, именно Камал апайға, Ұлдаулет апайымызға супер дейді. Мына жерде
рахметін жаудырып жатыр өз спонсорларына. Камал Тәтте, бұл өте керемет менің партнерым. Мен де рахмет айтқым келеді. Осындай менің командамда осындай кереметтей алтын кісілердің жұмыс жасап жатқандарына. Менімен бірге Қарлуша бар, мына жерде Клара бар. Эфир міндетті түрде сақталады сұрап жатыр екен. Еще YouTube каналға салам, көрсін бәрі. Вот. Так, пайдаланыңыздар міндетті түрде. Нені айттым, нені айтпадым, айтыңдаршы тағы да. Нені айтайын сендерге? Уақыт болды ма? Болған жоқпыз. Сколько я вообще веду? Так, сендерге де рахмет келгендеріңе. 23:55 болыпты. Мен 22:50-де бастадым, я айтпақшы. Так, все, онда қош айтсамыз, қыздар, келесі эфирге дейін менің стористерімді қараңыздар. Менің стористерім керемет. Я простая, поэтому я снимаю, как сказать, пытаюсь снимать все. Так что мен стористарымды қараңдар міндетті түрде. Алдағы уақытта вообще қызық болады. Өйткені мен Талдықорғанға кетіп бара жатырмын. Конференцияға, бірінші конференция болады BSC компаниясына. Сосын мен Москваға барамын, сахнаға шығамыз. И біздің командамызды ең кереметті, как топ бір команда ретінде салютпен, фанфармен құттықтайтын болады сахнада. Қыздар. Так что давайте, жандарым, всех люблю, целую. Пока-пока. До следующей связи, до следующего эфира.